Баршаңызға сәлем, арнамда көргеніме қуаныштымын. Бүгін сіздермен өте керемет дәмді тағамдардың бірі мясо по-французски тағамының жасалу рецептісімен бөлісетін боламын. Видеомды міндетті түрде соңына дейін қарап, арнамнан алыстамай, осындай керемет дәмді рецептіні бірге әзірлейік. Каналыма қолдау білдіріп, тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Ең алдымен осылай табамызға пергаментімізді төсеп, және де алдын ала жұқалап турап алған картоптарымызды біркелкі етіп, видеодағыдай орналастырып, дәміне қарай тұзымызды сеуіп, және де майонезімізді біркелкі етіп жағып шығатын боламыз. Енді үстінен алдын ала тұздалы бұрыш себілген фаршымызды орналастырып шығамыз біркелкі қабатта. Содан соң оның да үстінен майонезімізді салып, жағып, және де бір пиязымызды ұсақтап турап, оны да біркелкі етіп жазып шығатын боламыз. Содан соң қалған картоптарымызды да біркелкі етіп жайып, оның үстінен дәміне қарай тұзымызды салып, тағы да әдеттегідей майонезімізді жағып алатын боламыз. Енді үстінен турап алған қызанақтарымызды салып шығатын боламыз. Және де қызып тұрған 200 градус пешімізде 45 минутта пісіріп алатын боламыз. Мінекей пісіп шықты. Енді үстінен үккіштен өткізілген сырымызды салып, тағамымызды тағы да ыстық пешімізге 5 минутқа жіберетін боламыз. Арада 5 минут уақытымыз өткеннен соң, мінекей көріп тұрғандарыңыздай тағамымыз дайын. Осылай ыстық қалпында тәрелкемізге кесіп салып, дастарханға ұсына берсек болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бір жасағаннан шығатын өте керемет, дәмді әрі тойымды тағамдардың бірі. Ас болсын, достар. Видеомды соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Сіздермен болған Ариана. Видеоны лайк басып, комментарий қалдырып, және де арнамда жаңа көрермен болсаңыз тіркеліп, қолдау білдіріп кетуді ұмытпаңыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.